Ер азамат бірінші рет жыныстық қатынасқа түскенде, ол біріншіден білу керек. Оргазмның не екенін сол күйінде түсіне алмай кетуі мүмкін. Екіншіден тез бітіріп қойған, ол сокурсница қызы болған, содан күлген ол қыз. Онда одан қорқудың қажеті жоқ. Мен сразу айтам, ол қалыпты жағдай. Сіз дұрыс айттыңыз, көбі ағалары ондаймен бөліспейді ғой онда. Сәлем достар, бұл Ер денсаулығы жобасы және оның жүргізушісі авторы Шырақ Байназар. Бүгін бізде қонақта Махаббат ханым, сексолог, психотерапевт. Алдында біз ажырасу тақырыбын талқылаған кезде Аида есімді психологпен талқылағанбыз. Сол кезде екі әйел жынысты адамдардың ер тақырыбын қозғауын сіздер қабылдауларыңыз қиындау болды. Содан кейін әрдайым ер адамдарды қонақ ретінде шақыруға, маман ретінде шақыруға тырыстым. Бірақ құбылыс біздің Қазақстанда осы сексология саласында қазақ тілінде сөйлейтін ер сексолог мамандар жоқ. Жалпы мен ойлаймын, журналистте, дәрігерде және психолог мамандарда жыныс болмайды. Ер адамдардың алғашқы жыныстық қатынасы өте маңызды, өте үлкен тақырып деп ойлаймын. Себебі ер адамдарға, мысалы, әкелері айтпайды, мектепте де айтылмайды. Түсінікті бірінші рет жыныстық қатынасқа түскен кезде өзіңді қалай сезінуің керексің, қалай дайындалуың керексің. Енді сіз маман ретінде сізден жауап ала алады деп ойлаймын. Психологиялық тұрғыда, моральды тұрғыда, немесе тағы қосалқы, мысалы, қорғаныс амалдарын қарастыру дейміз, сол жағынан қалай ер адам алғашқы жыныстық қатынасына дайындалу қажет? Бірінші, ер азамат бірінші рет жыныстық қатынасқа түскенде, ол біріншіден білу керек, кіммен түсіп жатыр. Бірінші. Екіншісі, ең маңыздысы, қорқыныш пен үрейді алып тастау керек. Ол қандай үрей? Ол секс ұят деген нәрсені алып тастау керек. Екіншіден, ол менің партнерім менен не қабат болып қалады деген қорқыныш пен үрейді алып тастау керек. Үшіншісі, сіз ол қатынасқа бірінші рет түсіп жатқан соң, сіздің сол болатын жеріңіз орта дейді ғой, сізді ешқандай алаңдатпау керек. Көрдіңіз ғой, осы факторлар өте маңызды. Неге? Егер бұл факторларды ескере отпасақ, ол бір, білесіз ба, ода бір механикалық түрде тез болады. Бір. Екіншіден, сонда да ода қорқыныш тұрады. Сол бірінші қатынаста ол біріншіден оргазмның не екенін сол күйінде түсіне алмай кетуі мүмкін. Екіншіден, сол кезде біріншіден қорқыныш болып қалған кезде эректильді дисфункцияның бірінші бастамасы болуы мүмкін. Неге? Психологиялық. Бірінші бұл жерде психология деңгейінде дайындау өзіңді. Және де семен шынайы 100% болам деген өзіңнің партнеріңнің саған деген сенімділігі. Егер сіз бірінші рет, сіздің партнеріңіз опытный болса, ол белгілі бір болатын болса, онда сізге тіптім керемет. Неге? Өйткені сіз білмеген дүниені ол сізге үйретеді. Одан қорықпаңыз. Бірінші қосылатын кісілерге айтады, одан қорықпаңыз. Неге? Өйткені сіз одан үйренесіз. Бұны бір жаттығу бірінші рет бастаған кезде бұны бір жаттығу ретінде қарау керек. Әр нәрсеге үйренеміз, айтыңызшы. Машина айдауға үйренеміз, кішкентай кезімізде жүруді үйренеміз, қасық ұстауды үйренеміз. Бұған да үйрену керек. Бұрын Европада ежелгі уақытта, 17-15 ғасырда бай кісілер өзінің балдарын 16-17 жасында сондай үйге апарған арнайы, сол жерде бірінші түсіп, оларды үйреткен, қалай істеу керек, не істеу керек, көрдіңіз ба? Бұл деген сол ежелгі заманнан бар. Сол культураны біз тек ұлдарымызға түсіндіре білу керекпіз. Бұдан қорықпауды да айтып түсіндіру керекпіз. Мысалы, ер адамға кішкентай кезінен, мысалы, жыныстық қатынас, секс деген ол ұят, мысалы, бір табу, тыйым салынған ұят, кір нәрсе сияқты санасына сіңіріп өсіреді. Бұл барьерді қалай жеңіп өту керек? Жоқ, бұл табиғи физиологиялық менің сұранысым деген сияқты. Соны қалай жеңу керек?
Біріншіден сіз осындай пайда болған кезде, біріншіден бұл жерде егер осы түп санада қатты қатайып қалған болса, бұл жерде психолог маман көмектеседі. Мен сразу айтайын. Өйткені кейбір кезде аналарымыз қатты ұрысқанда баланың сана сезімде қатайып қалады. Егер бір-екі рет айтып өтеді ғой әкесі, бұл ұят болады балам, немесе көбінесе аналар айтады, ой, бұл секс деген ұят. Егер сіз кәмелет жасқа толып жатқанда, балдар бізде половое созревание дейміз ғой, сол кезде балдарға айту керек, бұл жерде ешқандай ұяты жоқ. Ең бастысы сенде не болу керек? Секс безопасный болу керек. Өзіңді қорғай біл, балам. Және де өзіңді, және де семен қосылайын деп жатқан қысты да сыйлап, оны да қорғай біл. Ол дегеніміз не? Өзімізді біріншіден, егер өзімізді сақтаймыз аурудан, екіншіден ол бала презервативпен қолдану керек. Міндетті түрде. Это безопасный секс. Сіздің тәжірибеңізде болды ма осындай жас бала бірінші жыныстық қатынас кезінде қатты қобалжу барысында тез, мысалы, бітірді дейміз ғой, эякуляция тез болды, соның нәтижесінде бір комплексі бар болып қалды. Жаңағы мен жыныстық қатынасты тез аяқтаймын деген сияқты, және сонымен қалай жұмыс жасадыңыз? Болды. Ол бір студент бала, бірінші рет 18 жасында жыныстық қатынасқа түскен. Сол кезде жәдегі преждевременная эякуляция дейміз, тез бітіріп қойған, ол сокурсница қызы болған, содан күлген ол қыз. Сол кезде балада өзін толық ер кісі ретінде сезінбей, бала жабылып қалған. Омен бүкіл қарым-қатынасын бұзған, және мына өзінің сокурсницалар дейміз, группасында қыздарға деген бір өшпенділік пайда болған. Дөрекі сөйлеп, анасына дегенде, шетелден келеді ол бала, сөйтіп анасы байқайды, ол бала дөрекі сөйлейді. Анасына, қарындасына, оны ондай деп алып келмейді маған, оны бала мүлдем жатып қалады, депрессияға ұшырап. Депрессияға ұшырайды, өте көрікті әдемі жігіт, шетелде оқитын. Ең соңында анасына айтады, ол сабақ оқудан бас тартамын деп, Қазақстанда қалам деп. Депрессия, субдепрессия, депрессия деп алып келеді маған. Депрессияның өзінің әртүрлі бір белгілері бар, дұрыс па? Неден пайда болды? Мен себебін білу керекпін ғой. Анасымен отырған кезде консультацияда бала толық шешіліп айта алмайды. Мен оны байқап, анасын сыртта тоса тұруын сұранып, кейін баладан сұраймын, неге пайда болды, қалай болды. Өйткені баланың отыру тәсілі, өзін ұстауы, бала мүлдем сұрау белгіге ұқсап, бала жабылып бара жатыр. Бойы баланың 1,92 бала, өзі тура сұрау белгіге ұқсап, өзін сонда ол мынандай басталған ғой, мен әдемі емеспін, мен мүлдем бір бойым аласа деген сондай бір қисық бір қағида пайда болған ғой балада, бір жыл төңірегінде. Кейін ол себептерін анықтап, баламен жұмыс жасай бастадық. Біріншіден депрессияға ұшыраған соң ол тамақтан бас тартқан, біріншіден физиологиялық тұрғыда бүкіл тапшылықтарын жойдық. Екіншіден оған қандай қорқыныш пен үрей бар екен жазуды ұсындым. Егер айта алмайтын болса, сөйтіп бір техникалар бар, техника радикального прощения дейді, сонымен жұмыс істей бастадық. Балада, қазір айтам сізге, біз майда, мамыр айында кезіксек, балада шілденің басында, маусым айдың аяғында балада бір оңды нәтижелер пайда болды. Ол біріншіден тұрып таңғы жаттығуларына белсенді кірісе бастады. Анасымен және әжелермен, тағы да басқа әйел затымен диалогқа түсе бастады бала. Келесі этап бізде ол болды әйел затына деген құрметпен қарау, және де ода сол болған жағдай, преждевременный эякуляцияны, оған мен физиологиялық жағдай деп түсіндірдім. Неге? Ер кісі жігіт бірінші рет жыныстық қатынасқа түсіп жатқанда ол қобалжиды, ол физиологиялық жағдай, ол жалпы болатын жағдай. Сол үшін оған қатты аса мән бермеуді сұрандым. Ең бастысы айтқаным, егер сен сондай саған сенімсіз, саған сенбейтін партнермен жыныстық қатынасқа түссең, онда значит ол саған сенбейді, ондай адаммен ары қарай болудың қажеті жоқ.
Неге? Өйткені ол адам ылғи сенен бірдеме, бір минусыңды, бір жаман неңді сенен іздеп тұрады. Екіншісі, ол маған жазып тұрады, ол қазір шетелде оқиды. Сен түсетін кезде жыныстық қатынасқа сен өзіңнің түсетін партнерыңға сенімді болу керексің. Егер сен толыққанды сенген кезде, сен айту керексің, егер сен маған сенетін болсақ, онда бәрін біз бірге жасаймыз деп. То есть ол балада уже бірнеше рет сондай қатынас болды өзінің жолдас қызымен. Ешқандай мынау преждевременный эякуляция дейміз, немесе жолдас қыздың алдында бір күлкілі болып қалам деген жағдай болған жоқ. Бірінші рет егер сонда преждевременный эякуляция болса, онда одан қорқудың қажеті жоқ. Мен сразу айтам, ол қалыпты жағдай. Ол қалыпты жағдай. Қатты қобалжу, уайымдау, ол физиологиялық жағдай. Сіз бірінші рет сізде бір жерге барғанда кішкене сізде қобалжу болады. Ол қандай адам? Ол мені қабылдай ма? Қазір интервью қандай бағдарда өтеді екен? Өзі ол қандай, мен толыққанды мені қабылдай ма екен, ашыла ма екен дегендей. Сол секілді ұлдарға айтатыным сол. Негізінде ұлдарға бірінші қатынасқа түскенде тәжірибесі бар қызбен түскен дұрыс. Неге? Ол қыздар оларды барлық нәрсеге үйретеді. Неге? Ол біріншіден үйретеді, и ол балаға, ер кісіге, жігітке ол сенімділігін арттырады. Көп жағдайда, көп ер азаматта қобалжуға және бірінші рет болғанына байланысты бұл қалыпты жағдай. Қалыпты жағдай. Соны түсіну керек ер азамат. Қалыпты жағдай. Ол жалғыз сіздің басыңызда болған ұятты дүние емес, ол сіздің ағаларыңызда, одан кейінгі басқа да адамдарда болатын қалыпты жағдай, және оны жеңіп, әрі қарай жақсы деңгейге жетуге болады дейсіз. Иә. Сіз дұрыс айттыңыз, көп ағалары ондаймен бөліспейді ғой, інілерімен. Менде сондай сәтсіздік болған еді деп. Ондайды көбінесе адамдар тек жақсы жағдай. Ой, менде вообще бәрі керемет, күшті болды деп сөйтіп айтып шығады ғой негізінде. Ананың бәрі жабулығы, азам жабулығы. Сол үшін одан қорқудың қажеті жоқ, ол бір жалпы бір физиологиялық жағдай болады. Сол ағалары айтпағанда, әкесі айтпағанда, анасы айтпағанда, мектепте айтпағанда, мысалы осы жобаның да мақсаты сол, біздің қоғамда айтылмайтын дүниелерді маманның аузынан естіп, дұрыс ақпарат алуы. Сол қысқаша айтып өтсек, мысалы, ең алғашқы жаңағы өміріндегі маңызды бір оқиға дейміз, жыныстық қатынасына түсер алдында нені ескергені жөн және қалай дайындалғаны дұрыс. Психологиялық тұрғыда және де қорғаныс жағынан, мысалы, мүшеқап алу деген сияқты қауіпсіздік, жаңағы айтып отырсыз ғой, ер адамда жыныстық қатынас кезде мынау қыз бала менен жүкті болып қалмай ма, мен одан ауру алмайын ба деген сияқты қорқыныш тұрады. Ол қорқыныштың алдын алу мақсатында жалғыз бір жаңағы шешім мүшеқап, ол түсінікті, ол міндетті түрде. Ал психологиялық жағынан назар аударсақ, психологиялық назар аударсақ, мен айтатын, біріншіден сіз өзіңіздің жыныстық қатынасқа түсейін деп жатқан адамыңызға шынайы сенуіңіз. Сіз ол адамды жақсы көресіз. Бұғанға дейін диалог болу керек, диалог болу керек. Сіз адамға, сіз эмоционалдық тұрғыда оған не сезіп тұрсыз? Махаббат па, жоқ терең оған деген бір құрмет па, іңкәр, соны білу керекпіз. Егер сізде махаббат болып, ол адамның барлық айтады ғой, мен әр жасушасында жақсы көрем дейді ғой, ондай болып тұрған ынта адамда ешқандай миында қорқынышпен үрей тұрмайды. Бірінші рет түсер алдында жұбыңызды дұрыс таңдау, дұрыс келісу, алдын ала сөйлесу және сенімді қарым-қатынастың болуы маңызды. Эмоционалдық тұрғыда бір қатынас болу керек, міндетті түрде. Енді ондай ешқандай эмоционалдық қатынассыз, егер сіз оған түсетін болсаңыз, міндетті түрде сізде бірінші неде тұрады? Сізде қорқыныш пен үрей тұрады. Не болады? Егер менде болмай қалса, егер болып, ерте менде болып кетсе, не болады? Оның алдында ұятқа қалмайын ба деген. Көрдіңіз ғой? Сол үшін эмоционалды жақ өте маңызды. Бірінші рет жыныстық қатынасқа түсіп жатқан ер азаматтарға. Бұл бөлім сізге өте қызықты болды деген сенімдеміз. Егерде қандай да бір сұрақтарыңыз болса, сексология саласында, онда Махаббат ханым осы пікір астында жазылған сұрақтарыңызға міндетті түрде жауап береді. Сондықтан да қысылмай қандай да бір сұрақтарыңыз болса, жолдасаңыздар болады.